Шымкент қаласында 17 және 19 қараша аралығында 8 және 11 сынып оқушылары арасында ғылыми жобалар конкурсының қалалық кезеңі өтті. Байқау нөмір 152 мектепте ұйымдастырылып, 3 күнде 19 секция бойынша 180 ұйымнан келген 1200-ге жуық жоба қорғалды. Сонымен қатар шымкенттік оқушылар өздерінің білімдік жобаларын көрсетіп, жеңімпаздар келесі тестілеу кезеңіне жолдама алады. Шымкент қаласында білім басқармасының әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен мектеп оқушыларына арналған ғылыми жобалар конкурсының қалалық кезеңі өтті. 180 мектептен 2600 жоба келіп, антиплагиаттан өткен 1200 жоба 3 күн бойы өзектілік пен шығармашылық тұрғыдан сараланды. Бірінші күні 470, екінші күні 430, үшінші күні 300 жоба қорғаудан өтті. Академиялық адалдықты қамтамасыз ету мақсатында қорғау процесі YouTube арқылы тікелей көрсетілді. Сол арқылы барлық мектеп оқушылары өз әріптестерінің жобаларын көре алды. Әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен 2025 жылдың 17 және 19 қараша аралығында 3 күнге жоспарланған 8-11 сынып оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша ғылыми жобалар конкурсы өткізіліп жатыр. 180 мектептен бізге жобалар келді, 2600 жоба келген болатын. Антиплагиаттан 1200 жұмыс өткізіліп, қазіргі таңда 3 күнде, бірінші күні 470, екінші күні 430, үшінші күні 300 жоба қорғалуда. 19 бағыт бойынша қорғалып отыр. Академиялық адалдықты сақтау мақсатында бізде жобаны қорғау барысында оқушыларға YouTube каналдары тікелей көрсетілімі бойынша барлық мектептер көріп отыр. Және де әділ қазыларды жоғары оқу орындарынан, Назарбаев зияткерлік мектептерінен және де тәуелсіз әділ қазыларды шақырып отырмыз. Жалпы біздің мектеп 2022 жылдан бері өз қызметін жалғастырып келеді. Сол жылдан бастап біз көптеген іс-шараларда, көптеген ғылыми жобаларда және олимпиадаларда топ жара бастадық. Және бүгінде 152 мектепке жалпы әдебиет пәні бойынша ғылыми жобадан топ жаруға келдім. Жалпы менің алған тақырыбым қазақ батырларының қазіргі таңдағы балалардың тәрбиелік мәні. Жалпы менің қолданылған әдебиеттерім Мұхтар Әуезов, Шахановтың шығармашылығын, яғни олардың қазақ батырларының жырлары туралы жазылған көптеген әдебиеттерді пайдаландым. Сонымен қатар орыстардың әдебиеттерін пайдаландық, себебі орыстардың әдебиеттерінде көптеген қазақ батырлары, Қобыланды, Наурызбай секілді батырларды анық көрсете білген, сондықтан осы әдебиеттерді пайдаландық. Мені қызықтырған жағы бұл қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей, балалар қазір көптеген супер қаһармандарды ғана көреді. Марвел, DC сияқты. Ал жалпы батырлар жырын көптеген қазақтың балалары оқымайды. Ол не үшін оқымайды? Себебі қызығушылық жоқ. Яғни ол жерге біз фантазия қоса білуіміз керек. Олар да секілді, біз де анимациялық тұрғыдан оларды дамыта білсек, батырларды анимациялық тұрғыдан фантазия жағынан оларды көрсетсек, онда кішкентай балалардың өзі осы батырларға еліктей бастайды. Ал одан не туады? Яғни қазақ еліне деген патриоттық және әділеттік сезім туындай бастайды. Және біз жалпы тек қана қазақ қоғамын емес, жалпы қазақ әлемін өзгерте бастаймыз. Ләззат Турабаева қалалық ғылыми жобалар байқауында әділ қазылар алқасының мүшесі болып қатысуда. Байқауға 8 және 11 сынып оқушылары қатысып, өздерінің ғылыми жобалары арқылы зерттеу мақсатын, тақырыптың өзектілігін және нәтижелерін көрсетеді. Ләззат Турабаеваның айтуынша, қазылар алқасы ең алдымен жобаның ғылыми жаңалығына, тақырыптың ашылуына және зерттеу бағытының дәлдігіне назар аудара отырып, әрбір жұмысты мұқият бағалайды. Біз бүгін оқушылардың республикалық ғылыми жоба байқауының қалалық кезеңінде әділ қазылық етіп жатырмыз. Мектеп оқушылар арасында 9-10 сыныптар оқушыларының арасында осы ғылыми жоба байқауы өтіп жатыр. Бұл жерде барлық бағыттары бойынша пәнаралық байқау. Оқушылар өздерінің жасаған ғылыми жобалары бойынша сол жобадағы мақсатын, зерттеудегі жұмыстың өзектілігін осында қорғайды, ашқан жаңалықтарын, сол зерттеу жұмысының нәтижесін көрсетеді. Соны қорғау барысында сонымен бірге жаңағы жұмыстың қандай ғылыми жаңалығы бар, қазір осы тақырыпқа сай өзектілігі бар ма, соны қорғайды. Және талдау жұмыстарын жасағандығын, оны мектепте жаңа оқушылар арасында практикалық жұмысты қалай жасағандығын нәтижесін осы жерде алып келіп отыр, соны қорғап шығады. Өздеріне белгілі уақыт регламент берілген, 5-7 минут аралығында осы алдын ала зерттеу жұмыстарын жүргізген, сол бойынша қорғау жұмыстары жүріп жатыр қазір. Біз осы байқауға қатысып отқан оқушылардың осы ғылыми жұмыстарын сараптап баға беріп отырмыз. Оның ішіне әрине мән береміз, жұмыс ғылыми өзектілік бар ма тақырып бойынша, тақырыпты оқушы аша алған ба, жақсы нәтиже жасаған ба, жаңағы нәтижесінде ол зерттеудің қандай бағытына
бетбұрды соны қараймыз, сол бойынша саралап және баға береміз. Өйткені ол жерде кейбір оқушыларды қазір байқап отырмыз, тақырыпты аша алмағандар да бар. Әрине оның кемшіліктерін кішкене ары қарай да жұмыс жасау керектігін біз айтып жатырмыз. Жақсы жұмыс жасаған оқушыларды да байқап отырмыз. Нәтижесі бар, ғылыми жаңалықтары бар, жұмыс жасаған көрініп тұр кейбір оқушыларда. Мынау өзінің, әр оқушының өзінің байқау қабілетінен білінеді ғой. Жасаған зерттеуінен, жаңағы ғылыми еңбектерді зерттегенінен, еңбектеніп, жаңағы біраз жұмыс жасаған практикалық маңыздылығын, соны зерттеу нәтижесінде осы жобада олар қазір қорғап шығады сол жұмыстар бойынша. Осы ғылыми жобада 300 мектеп арасында ұйымдастырылып отқан қалалық ғылыми жобада бүгінгі таңда биология секциясы бойынша 181 бала қатысуда, оның 45%-ына орын беру деп жоспарланудамыз. Бұл жобаның негізгі мақсаты елбасымыздың жасанды интеллектті дамыту мақсатында ұйымдастырылып жатқан жастарды ғылымға бағыттау мақсатында қарастырылды. Бүгінгі таңда бұл қарашаның 13-19 аралығында ұйымдастырылған жұмыстың нәтижесі бүгін кешкі 6-да анықталады. Жастарға тек қана сәттілік тілейміз. Тек қорыта келе Мағжан Жұмабаевтың әдемі сөзімен аяқтағым келеді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенем деп, жастардың бүгінгі таңда ғылымға және әлемдік деңгейге шығатын нарықты кезеңде тайталасқа түсетіндей болашақтың кілті ретінде ұсынуды талап етеміз. Қазіргі таңдағы жастар интеллект арқылы адам денсаулығында қан айналым жүйесінің медицина барысы бойынша жеңілдету, қалай анықтауда жеңілдету процесіне қарастырған. Яғни өзі жасанды қолмен жасалған арнайы программа ендіріп, алақан арқылы қойып, болмаса саусақ іздері арқылы анықтауға ұйымдастырылған арнайы әдемі жасанды интеллект бойынша бағдарлама ұсынып отыр. Жалпы мектеп базасында қандай пән қарастырылады? Жалпы 12-15 пән аралығында қарастырып отыр. Бізде тек қана биология секциясы бойынша қарастырып отырмыз. Байқауға қатысушы Көркем Ғабитқызы ғылыми жобалар конкурсына жасанды интеллекттің еңбек нарығына әсері тақырыбындағы жобасын ұсынды. Ол бұл тақырыпты көптен бері зерттеп келе жатқанын айтты. Көркемнің таңдауы жасанды интеллекттің қазіргі таңда қарқынды дамып, әртүрлі салаларда кеңінен қолданылып жатқанына байланысты. Және де менің ғылыми жобамның тақырыбы искусственный интеллекттің рабочий рынокқа әсері. Мен бұл тақырыпты алдыңғы жылдың қысынан бері бастап келе жатырмын. Біздің мектеп ашылғаннан бері және де осы тақырыпты қорғау бүгінге туып тұр екен. Ешқандай қобалжусыз, және де барлығы жақсы болады деп үміттеніп отырмын. Мен тақырыбым жасанды интеллект болғандықтан мен көптеген ақпаратты жасанды интеллекттен алдым. Және де nu.edu деген сайттардан көрдім, Google-дың поискінен көрдім, және де көптеген басқа сайттардан, мысалы Википедия және де тағы басқалары. Тақырып қазіргі заманда жасанды интеллект өте қатты дамып келе жатыр. Мысалы 10 жыл бұрын ғана бұл ғылыми лабораторияда ғана қолданылды, бірақ та бүгінгі күнде бұл мектептерде, больницаларда, телефондарда және де банктарда қолданылып келеді, және де бұл біздің өміріміздің бір бөлігі болып кетті. Сол үшін бұл тақырып өте актуалды. Және де бұл оқырмандарды да, көрермендерді де қызықтырады деген оймен бұл тақырыпты алдым. Біздің ғылыми жобада қорғайтын тақырыбымыз Дубай болашақтың қаласы. Зерттеу жұмысымыздағы мақсатымыз қазіргі таңда болашақтың қаласы ретінде әлемге әйгілі ақылды қала, экономикасы, туризмі, мәдениеті аса жоғарғы деңгейде көш бастап тұрған болашақтың қаласы атануына себеп болған ғимараттары көкпен таласқан Парсы шығанағында орналасқан ғажайып қала Дубай қаласы. Бұндай конкурсқа біз бірнеше рет қатыстық. Бұл Дубай қаласын бір жылдай зерттедік. Және де тура осы мына көріп отырғандарыңыздай осы модельдерді сатып алдық. Арнайы Ресей мемлекетіне заказ бердік. Бұл заттарды соғуға, бізде мына затты соғуға 6 сағатын уақытымыз кетті. Мына затты соғуға 8 сағат уақытымыз келді. Толығымен бір күнімізде осы заттарға арнадық. Ал енді бұл тақырыпты әр жерден мәліметтер іздеп таптық.
кейбіреуін кітаптан, кейбіреуін интернет желісінен іздеп таптық. Бүгінгі менің қорғап отырған ғылыми жұмысымның тақырыбы кофеиннің сергектікке әсері болып табылады. Бұл жобада біз яғни кофеинді алмастырғыш құрал ретінде біз очкиді алған болатынбыз. Ол очкиде біз көк диодтарды пайдаландық. Көк диодтарды ғалымдардың зерттеуінше қызыл және де басқа түстерден қаралғанда ол бізде адамға тыныштық күйінде береді. Яғни біз қарапайым кофенің өзін пайдаланған кезде қарапайым күндерде не болмаса энергетикті пайдаланамыз. Бірақ та олардың біз салдарын, яғни қалай болып жатқанын біз оны 40 жастан кейін ғана байқаймыз. Ал біз аурудың алдын алуын біз ертерек қарастыруымыз керек. Ол жағдайларда біз не істейміз? Сол жағдайдың алдын алу үшін мен өзім очкиді алып тапқан болатынмын. Ол жерде бізде көк диодтан пайдалануда және 470-420 нанометрдің арасында көк диод ешқандай зиянсыз пайдаланылады. Бұл кофенің зерттеген кезде біз екі түрлі адамды алған болатынбыз. Біреуі 10-шы сынып оқушысы және 7-шы сынып оқушысы. Екі сыныптағы оқушыларды біз осы кофемен және де кофеинді ішкізіп отырып және де көк диодты пайдалану арқылы адамдарды салыстырдық. Осы кезеңде бізде зерттеу нәтижесінің кезегінде бізде адамдардың пайызы 1,7%-ға жоғары болған. Бұл дегеніміз біздің кофеиннен де жоғары, яғни кофеиннен де жоғары әсерді білдіреді деген сөз. Мен бұл жобаны таңдаған себебім, қазір көптеген фитнес индустрияда, бодибилдингте спортшылардың көбісі өздеріне жетістікті жылдамдату үшін және денені, қазіргі жастар көбінесе денені оңай әрі жылдам шығару үшін синтетикалық стероидтарға жүгініп жатады. Бірақ ол синтетикалық стероидтардың 35-40 жастан кейін адам өліміне әкелетінен олар толық хабардар емес. Сол үшін, соның алдын алу үшін мен осы өсімдік экстрактының табиғи жолмен стероид алу жобасын таңдадым. Табиғи жолмен алынған стероидтар бұлшықетке жақсы стимул бере отырып, ал адам өміріне, яғни адамның денсаулығына зиян келтірмейді. Біраз қиындықтар болды және де көп уақытты қажет етті. Біз бұл жерде түрлі зерттеулерді жасадық. Және де табиғи стероидты осындай құтышада күн түспейтін және де мықтап жабылатын жерде сақтаймыз. Бұған мысалы 3 түрлі өсімдік, оны мына жақтан да көрсек болады. Оны әр өсімдік, мысалы 3 түрлі өсімдік, оның біреуі табиғи тестостерон деңгейін арттырады, екіншісі бұлшықетке жақсы стимул береді, үшіншісі жаттығу барысында выносливость, төзімділікті арттырады. Және де қазір құйып көрсететін болсам, қазір бұл әлі тағы да зерттеулер жүргізіп жатыр. Осындайдың 5 құтысы дайындалған, біреуі жарамдылық мерзімін істеуге, біреуі басқа организмдерге қалай әсер ететініне жасалған. Бұл 3 өсімдіктен қосып алынғаннан экстракция нәтижесінде алынған стероид. Және де біз осы стероидты нестеу үшін күніне аз-аздап мөлшерде көтеріп отырып эксперимент жасадық. Алдымен тышқанға болды, тышқанның ширақтылығы нелері, ода ешқандай қарсы әрекеттер байқалмаған соң адамға тек қана аз-аздан, негізі көрсетілген нормасы 25 мг болса, күніне 1-2 мг-нан бастап отырып, асықпай көтеріп отырғаннан кейін жасадық. Және де оны гормоналдық, сандық, сапалық мәліметтерді нақты алу үшін Олимп зертханасына жүгіндік. Олимп зертханасына мына жердегі көре аламыз, ал визуалды түрде мына суреттен көре аламыз. Және де Олимп зертханасының өзі жақында Шымкенттегі ерлердікін шығарды, ортақ балын шығарды. Ол жерде 3,5 болған, ал табиғи стероидты қолдану арқылы дәл қазір менікі мысалы 6,5, яғни 2 есе жылдамырақ болады. Бұл жерде мен свод талдау арқылы қорытындыласам болады. Свод талдау арқылы мысалы бұның жақсы жақтары өсімдік экстракциясы табиғи болған үшін адамға кері әсер етпей, жылдам бұлшықет жасауға көмегін береді. Ал қауіп қатерлеріне келетін болсақ, ол синтетикалық стероидтармен бәсекелестік және де адамдардың бұнымен толыққанды мағлұматтардың болмауы. Әлсіз жақтар табиғи стероид алу уақытпен әлде де зерттеулерді, яғни уақыт дегеніміз ұзақ уақыт дайындалу жолы ұзақ кетеді. Бір шама қиындықтар бар. Ең қызықтысы бұл бізде мүмкіндіктері. Егер біз бұны әлемдік деңгейде жасап, бизнеске бағдарды одан әрі көрсетілгендей дамытатын болсақ, бұл фитнес индустрияда, бодибилдингте және де түрлі спорт салаларында допингке немесе басқа да адам өміріне қауіпті стероидтарға табиғи балама, яғни алмастыру болатын еді. Айта кетейік, жобаларды бағалауға Шымкенттегі жоғары оқу орындарының профессорлары мен Назарбаев зияткерлік мектептерінің үздік ұстаздары тәуелсіз сарапшы ретінде қатысты.